Диірмен немесе қол диірмені. Қол диірмен бидай немесе басқа дәнді дақылдарды ұнтақтайтын ежелгі құрылғы. Біздің ата-әжелеріміз диірменнің ұн қалай тартылатынын және ол үшін қанша энергия қажет екенін жақсы біледі. Диірмен ұсақ түйіршікті әк тастармен жасалған, қаттылық пен төзімділікпен сипатталады. Бидай тастардың арасына тартылып, ұн тастың астына жиналады. Мұражай экспонаттарының тарихы туралы айтсақ, халықтың рухани мұрасы негізінен музейлерде шоғырланған десек қателеспейміз. Бұрынғы қол диірмені әр ұлттың әр үйінде болатын. Ал қазіргі уақытта оны бірқатар мұражай экспонаттарынан ғана көруге болады. Мәселен, Қаражар ауылының тұрғыны Долинка кентіндегі саяси қуғын-сүргін құрбандарын есте сақтау музейінің қорына қол диірменін сыйға тартты. Қазіргі уақытта диірмен бірегей экспонат ретінде 20-30 жылдардағы Қазақстандағы ашаршылық залында орналасқан.